Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, жұп-жұмсақ, оңай әрі тез дайындалатын пряниктің рецептісімен бөлісемін. Дүкеннен сатып алмай-ақ үйден дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге қажет бір жұмыртқаның сарысы. Біздегі бұндағы барлық қоспалар бөлме температурасында болуы керек. Одан кейін қантымызды саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін оның үстіне айранымызды құямыз. Және де қаймағымызды қосамыз. Менде 20% қаймақ. Тағы да жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырып, үстіне сұйық майымызды қосамыз. Және де жарты шай қасық қамыр қопсытқыш пен жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды шетінен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды тым көп ұн салып жіберіп, тығыз қылдырып жасамаймыз. Жұмсақ қамыр илеп, қамырды екі бөлікке бөліп аласыздар, жайғанға ыңғайлы болу үшін. Осылай екіге бөліп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Өте қатты жұқа да қылдырмаймыз, қалың да қылдырмаймыз. Орташа көлемде жаямыз. Және де осылай мен дөңгелек формамен, кішірек формамен кесіп алдым барлығын. Дайын пряниктерімізді противеньге орналастырып, алдын ала қызған 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Одан кейін бір жұмыртқаның ағына сахарный пудраны салып, жақсылап көпіртіп миксерлеп аламыз. Бізде пряниктеріміз дайын, қатты қызартпаймыз, осылай сарғыш қылдырып. Сарғыш болған соң духовкадан алып, жаңағы ыстықтай күйінде бетіне глазурымызды жағып шығамыз. Менде бұл жерде сахарный пудра аз болып қалды. Көбірек қоссаңыздар, одан да аппақ болып шығады. Осылай бетіне жағып шығасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай пряниктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.